Kim bırakın işte. İşlerim var. Ha? İşlerim var. İşte işim yok. Hala işim yok. Şunuz. Ha? İşte işim yok. Tağır video keterim sana. Tağır. Ne Aşırısa işin? ben korktum var. Kurtarmam. İşine kurtardım. Ya. Aşık koyayım. Yok açmadım. İşte işim yok diyen kim olar. Sen barsın mı енді? Ben арызым келіп тұр. Sen barsın ба? Men деген ночта болған адам. Енді мен қабылдауым керек қой арызымды. Екі көзім қызар. А, бітті? Кіргізбейсің ба не? Бермей керек. Неше? Удостоверение көрсетші. Неге көрсетпейсің? Неге көрсетпейсің сен? Неге қашасың мен арыз жазайын деп тұрсаң? Мен бітті түсінесіз ба? Мен бітті. Іште адамдар бар ғой енді. Іште адам жоқ. Жүрсе көрсетсем мен саған жасыр демеймін. Кім жасыланба соларға звонданшы, сосын көресіз. Жоқ, мен саған айтып тұрған жоқпын ғой енді. Мен ішінде адам іліп алып тұр ғой, мен көріп тұрмын ғой. Ешкім жоқ деймін әке. Бар болса. Іліп алып тұрған мен көріп тұрмын ғой ана жерде. Дұрыс қой енді ешкім жоқ қой. Қалай іліп алады ешкім жоқ болса? Құлтап кетіп бара жатырмын. Ішінде ешкім жоқ себебі. Кім құлтап? Жалғыз өзің ғой сен құлтап. Ішіне шығып тұрсың ғой темекі шегіп. Нарада темекі шегіп тұрдың. Сосын? Әрмен қарадың, ананы неттің. Ішіне іліп алдың. Іліп алдың. Мен арыз жазайын деп тұрмын. Арызымды қабылдамайсың ба? Жоқ. Ішінен іліп алдым дейсіз ба? Жоқ. Арызымды қабылдамайсың ба деймін. Менің бітті түсінесіз ба? Сосын қабылдамайсың, е? Адам келеді балдар. Жоқ, адам өліп жатса да, сен уже менің бітті қабылдамайсың ғой, е? Мен қазір звондаймын, келе жатыр. Жоқ, мен саған айттым, адам өліп жатса да, происшествие болып жатса да, сен қарамайсың ба? Мен саған қазір арыз жазам, соны қабылдап алыңыз. Не происшествие болып жатыр, бірінші айтсаңызшы. Қабылдап алыңыз арызымды деймін. Не происшествие? Мен арыз жазам, қабылдап алыңыз. Не происшествие болып жатыр, бірінші түсіндіріңіз. Неге түсіндіремін саған, арызды ішке кіріп барып айтып жазам. Не айдалада? Мен қазір сұраймын ғой. Удостоверение көрсетші. Көрсетпеймін сізге. Мына полицияны бар ғой, е? Оның басы тартпаңыз, сенің машинаң емес, бұл халықтың машинасы, тартпаңыз. Жеке машинаға мінген кезде маған айтарсың. Мен есік жабамын. Удостоверение көрсетші. Көрсетпеймін сізге. Неге? Сіз талап еткенде мен көрсетпеймін. Неге? Мен арыз жазайын деп тұрмын, мен сонда арызымды қабылдамайсың ба не? Былай қараңыз. Арызымды қабылдамайсың ба деймін. Маке, былай қараңыз. Не себептен сен қарап тұрсың, екі көзің қызарып. Ұйқың қанды ма? Ой, маке, сіз қараш берме, бермен қараш. Көзбен көрген нәрсені айтыңыз. Не көзбен? Сен бермен қараш көзің. Айтыңызшы, хорошо. Бермен қараш мынаған. Экранға қараш көзіңді көрсетейін. Мен сені есіне сен ұйықтамасаң бар ғой, мен кешірім сұрайым сенен. Сұрайым кешірім мен халықтың алдынан. Сіз көрдіңіз ба мен ұйықтап жатқанымды? Екі көзің қараса қызарып тұр ғой қараса. Неге қызарады? Ұйықтағаннан қызарады. Жаңа тұрдың. Темекің шегіп ал. Сен қойшы. Арыз қабылдайсың ба? Жоқ. Қабылдамаймын дейсің. Қабылдамаймын, жоқ, қазір балда қызметкерлер келеді, болды солар қабылдайды. Мен уақыты бітті. Мұның бастығы. Мына полиция қызметкері осындай постоянно мына есікті жауып тартып тұрғанда осы баяғы. Онан кейін мына жерде темекі шегіп тұрғанда осы. Осыны не үшін алып тұрсыңдар? Сендер не ақша алып сондай немен етіп тұрсыңдар ма немен? Осыны қорқаштап? Неге қорқаштай бересіңдер мынаны? Мына полиция қызметкері. Мен түсінбеймін мен. Осыдан басқа полиция жоқ па немене? Құдайдың қаяқтағы жаңа неде адамға айтқанын істемейтін, арыз қабылдамайтын полициялардың бәрі осы опорный пунктке жинап алған 5-ші опорный Ақтаянның бөлімшесіне. Мен түсінбедім мен, осы халықты қашан сендер нетесіңдер, айтқанын істейсіңдер. Талабын қашан орындайсыңдар. Талаптарын орындай алмасаңдар, жұмыстарынан кетсеңдерші, не бітіріп жүрсің? Жаңа Қазақстан дейсің. Мынау жаңа Қазақстан емес, ескі Қазақстаннан да өтіп кетті ғой мынау.